Мынау қызымыздың шай көрпешесі. Қызымыз сіздердің үйлеріңізде шай құйып отырып, үбірлі-шүбірлі болсын. Ата-ана үшін қыз ұзатардағы ең маңызды мәселенің бірі қыз жасауы. Қазақта 6 жастан жинасаң асат, 7 жастан жинасаң жетет деген бар. Қайырлы таң көрермен, бүгін осы дәстүр туралы айтамыз. Ал жаңа замандағы қыз жасауы қанша тұрады? Оған не кіреді? Жасаусыз қыз жабдықсыз үй болмайды дейді. Ежелден қазақ қызын жасаусыз ұзатпаған. Кей мәліметтерге сүйенсек, қазақ қоғамы жасауды 9 түрлі етіп жасаған екен. Бұл дегеніміз 9 түйе, 9 кілем, 9 шапан. Осылай жалғаса беретін 9-дықтар. Ендеше өткенге шегінді жасайықшы. Бұрындары қыз жасауының құнын қалай есептеген? Жасау әрине дәстүрлі ортада қалың малдың мөлшерімен белгіленген. Яғни сол қалың малды қанша болу керек екендігін екі жақ, яғни құда асқан екі жақ келісіп шешетін болған. Соған сай жасау дегеніміз қайтады. Ол мысалы құда асқаннан кейін келесі жылында ұзатып берген болса, сол өзде жасау беріледі. Қалың малда белгіленген кезде әрине 27, 37 деп кете береді. 100-ге дейін барады. Яғни бұрынғы кезде жылқымен белгіленген. Бір жылқы 5 қойға тең деген сияқты. Мысалы, жақсы атан түйе, ол 2 жылғы болуы мүмкін деген сияқты. Көрдіңіз ба? Көшпелі заманда мал мүлікпен бағаласа, бүгінде қыздың жүгіне тұрмыстық техника қосылды. Ол аз десеңіз көліктің кілтін ұсынатындар да бар. Дәуір ауысқанда тұрмыс салттың басқаша сипат алатыны рас. Десе де, тарихқа тереңнен бойласа, қыз жасауына қосып беруге болмайтын тыйымдар бар дейді этнографтар. Жасауы болсын, жалпы адамға сыйлық ретінде беретін дүниенің ішіне кірмейтін бұрынғы замандағы дәстүрлі ортадағы заттар ол қылыш, жаңағы пышақ, қамшы сияқты дүниелер кірмеген. Ол өткір ғой. Жаңағы кесетін, турайтын құралдар болғандықтан ол оны беру жаман есептелген. Ол жаугершілікке бастайды деп есептеген. Көрдіңіз бе? Сол тұрғыдан ол бермейтін болған. Әр үйдің өзінің бір құты болады. Ол көбіне көп ыдысқа тоқтайды деп айтады. Ыдыс болғанда символдық мәні өте көп, үлкен қазан. Мысалы, жасаудың ішінде қазан кіріп дегенде естіген жоқпыз, қазан бермейді. Ежелде қыз жасауын дайындауға туған туыс, дос-жаран, көрші көлемді шақырған. Анасы ырымдап, ең берекелі отбасы келіншегінің қолғабыс етуін сұраған екен. Ал бүгінде арнайы қыз жасауын дайындайтын орталықтар бар. Дәстүр жайлы ақпарат жинаған соң, біз де дүкенге барып, ата дәстүрдің бүгінгі шығынын анықтадық. Қыз жасауына төр көрпеше, жамылғы көрпе, шай көрпешесі, күйеу көрпешесі, жастықтары, құда-құдағи топтамасы, махаббат топтамасы және де соның барлығын салып баратын мынандай қапсандағы кіреді. Бағасы 400 мыңнан миллионға дейін. Қыз жасауына қосатын көрпеше мен жастыққа тігілетін әр оюдың өзіндік мән мағынасы бар. Мысалы, мына жастыққа қос аққудың бейнелену себебін сіз бен біз жақсы білеміз. Ал шай көрпе, күйеу көрпеше, құда мен құдағи көрпешесіне қандай ою және не себепті тігіледі? Шай көрпешеде размері 80-80 болады. Әрбір құраққа, әрбір оюға мән мағына беретін болғандықтан, шай көрпешесіне құрсақ оюын саламыз. Себебі қазіргі таңда көп қыздар құрсақ көтере алмай жатқандықтан, анасы ырымдап құрсақ оюын салғызып, және қызым барған жерінде ертелі құрсақ көтерсін, бала сүйсін, ана атансын деп, бұл қыздың астына төселіп отыратын көрпеше. Бұл күйеу көрпешесі. Күйеу көрпешесінің размері ұзындығы 150-де, ені 80. Бұл жерде қалқан оюы, шаңырақ оюына да ұқсайды. Қызым барған жерінде күйеу баланың шаңырағы биік болсын, төрт құбыласы тең болсын, қызымның әрқашан қорғаны, қалқаны болып жүрсін деп, күйеу көрпешесіне қалқан ою саламыз. Ал қазір егер мынаны менің жасауым деп қарастыратын болсақ, шамамен мына жерде мына жасаудың құны қаншаға шығады? Мына жасаудың құны 600 мың теңгеге шығады. Мына тұрған құны 600 мың теңге.
Бұдан бөлек жасауға ас үй жабдықтары мен киім-кешек, төсек жабдық кіретінін ескеріңіз. Айтпақшы, бүгінгінің сұлулары косметикалық құралдарды да қосады, ал оның орташа құны 100-200 мың теңге. Осындайда халықтың әзіл қалжың аралас ақымақ қыз шашып, ақылды қыз қашып кетеді дегені еске оралады екен. Дегенмен, қалыңсыз қыз болса да кәдесіз қыз болмайтыны рас. Бастысы шама шарқына қарай сапалы заттар мен шынайы көңілден жасалған жасау. Болашақ отаудың кәдесіне жарайтыны сөзсіз.